ата-ананың осы 3 қателігі үшін бала сөйлемеуі мүмкін. Ең алғашқы қателік ол балаға барлығын ыммен түсіндіру, яғни жестикуляция арқылы түсіндіру. Мысалы, балам, маған ана допты алып келіп берші деп айтуыңыз дұрыс емес. Себебі бала нұсқаулықты құлақпен анализдемей, интуитивно барлығын түсініп қояды. Ал екінші қателік ол баланы шектен тыс қорғау, жақсы көру және баланың орнына бүкіл іс-әрекетті жасау. Баланың қарны ашпай тұрып тамақтандыру, шөлдемей тұрып су беру. Бұл жағдайға бала тез үйреніп алады да, сондықтан баланың ары қарай сөйлеуіне немесе бір іс-әрекет жасауына қажеттілігі болмайды. Бала өз ізденіп, мама, су берші маған, шөлдеп тұрмын, қарным ашып тұр деп түсіндіріп, ойын жеткізіп үйренуі қажет. Ал үшінші қателік, азаннан кешке дейін баланың теледидар алдында мультфильм қарап отыру. Гаджеттер, телефон, планшеттерді қолдану кезінде баланың нерв жүйесі тозады. Ал тозған нерв жүйе ары қарай дамымайды.